Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біздермен Астана циркі тақырыбын өтеміз. Бұл жерде мәтінді оқып, кластер әдісімен түсіндіру керек. Мәтінде көтерілген мәселені талдап, бір-бірлеріңнен сұхбат алуларың керек. Бүгінгі тапсырмалардың барлығын толық орындаймыз, сондықтан лайк басып міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Бұл сіздердің маған көрсеткен үлкен қолдауларыңыз болып есептеледі. Астана циркі мәтінін ең әуелі келесіде осы мәтін бойынша сұрақтар берілген. Бірінші сұрақтың жауабына айта аламыз деп айтуға болады. Екінші сұрақтың жауабында ат құлағында ойнап өнер көрсету, айтар ойды ыммен, түрлі дене қимылдармен жұртты күлдіру, әзіл әжуалау секілді ел аралау, тағы басқа дүниелерді айтқан. Демек, ата-бабаларымыз қазіргі өнердің қай түрлерімен айналысқан деген сұраққа осылай жауап беруге болады. Келесі тапсырма бойынша үшінші суретте цирк өнерінің кәсіби атауларын емлеге сәйкес көрсету керек. Біріншісі клоун, екіншісі акробат, үшіншісі сайқымазақ. Келесі тапсырмада энциклопедиялар мен балаларға газет-журналдардан басқа мемлекеттердегі цирк өнері туралы ақпарат жинақтап, ой бөлісу керек. Бұл жерде интернеттен де қарасаңыздар болады, немесе осы ақпарат арқылы цирк өнерінің қашан, қалай пайда болған туралы ақпарат алсаңыздар болады. Бесінші тапсырмада мына берілген сөздерден 6-7 сөйлем құрап жазу керек. Цирк аренасы өнердің түрлі жанрлары көрсетілген ерекше орын. Мұнда клоунада акробатика, жонглерлік өнер мен иллюзионизм секілді әртүрлі қойылымдар қойылады. Клоундар көрермендерді күлдіріп, көңілдерін көтереді, ал акробаттар өздерінің күшті әрі икемді қимылдарымен таң қалдырады. Жонглерлер шарларды, сақиналарды, айқыш заттарды ауада ұшырғанда олардың шеберлігіне көрермендер тәнті болады. Иллюзионизм әртүрлі трюктермен адамдарды таң қалдырады. Бұл өнер түрі көрерменнің көзін алдап, олардың түсінігін шатастырады. Барлық цирк нөмірлері кәсіби орындаушылардың жоғары шеберлігін қажет етеді. Сондықтан әрбір трюк көп жаттығу мен дайындықты талап етеді деп қарастырсаңыздар болады.